Астың дәмін келтірер тұз емес пе, ел мен жерді қосатын қыз емес пе деп, бір үйдің түтінін түтетіп, сүйікті жар, ардақты ана, аяулы келін болғанымызға уже бүгін 7 жыл. Жақсы жерге барған келін келін, жаман жерге барған келін келсап демекші. Келіннің қандай болуы барған жеріне де байланысты. Аллаға шүкір, барған жерім өте жақсы адамдар. Кез келген уақытта төркініме көмек керек кезде осылай ауылға жіберіп тұрады. Ауылдың бітпейтін күйбең тіршілігін тек ауылда өскендер ғана түсінеді. Күніміздің өткеніне шүкір дейміз, бірақ сол күнмен бірге ғұмырымыз сырғып барады. Тіршіліктің қамымен жүріп, әрбір сәтімізді бағалап, мәнін, мағынасын ұмытып қалмау ең үлкен даналық деп ойлаймын. Ауылдың ошаққа піскен тамағы, таза ауасы, табиғи құрт, айран, сүт, ет, алаңсыз өскен балалық шағыңды еске түсіреді. Әрине, ең бастысы асыл қазынамыз ата-анамыздың амандығы. Бар кезінде бағалаңыздар, көмек беріңіздер. Көзді ашып жұмғанша өтіп кететін қас қағым сәтте бармақ тістеп өкініп қалмаңыздар. Ең бақытты адам кім десеңіз, қасында ата-анасы бар адам деп жауап берер едім. Алла тағала ата-анамызға ұзақ ғұмыр берсін. Басымыздағы алтын тәжді бағалайық.